Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз адыраспанның емдік қасиеті жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жібере алмаңыздар. Адыраспан терең тамырлы көп жылдық өсімдік. Қазақстанның шөлейтті сортаңды жерлерінде өседі. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Шындығында бұл өсімдіктің емге жарар тұсы көп. Бірақ коронавирусты тоқтата ала ма? Адыраспан халық арасында белобок, исхырык, бибик, адыраспан, испант, хазариспант, исирик, хармаль және тағыда басқа атаулармен таныс. Ол орталық Азияда, Ресейдің Европа бөлігінің оңтүстігінде, Кавказда, оңтүстік Европада, солтүстік Африкада, Таяу Шығыс пен Монғолияда және Қытайда өседі. Адыраспанның бұтағы, жапырағы және гүлі емдік мақсатта пайдаланылады. Атақты ғалым дәрігер Али ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, жүйке жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып демікпені емдеген. Адыраспанды мыңжапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөп жай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гипоацит гастритін емдейді. Аталған шөптің қайнатындысы және тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа, суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады. Адамның буыны сырқыраудан, аяқ-қолы қақсаудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен ауырған мүшені 3 мәрте булайды. Жел құздан қозған буын ауруын емдеу үшін адыраспанның жас сабағын қиып алып, шаншып, буынға тарту керек. Малдың қотырын адыраспанды қайнатып жуған. Көп жағдайда суық тиіп, ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екені анықталған. Ол антидепрессант болып саналады. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруы мен Паркинсонды емдеуде қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде оң әсерін береді. Адыраспандағы дезоксигипанин гидрохлориді іш жүргізетін дәрі ретінде де қолданылады. Бұдан бөлек невралгия, миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Шығыс қазақ халқы ұғымында адыраспанның киесі бар деп аяқ астына тастамаған, бәле-жәледен сақтайды деп кереге басына іліп қойған. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын-шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын-шайтандардан тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып, үйді аластайтын болған. Халықтың емдік шөппен үй ауасын тазартуы көңілге қонымды іс. Сонымен бірге қолөнерде адыраспанды ұзақ қайнатып, күрең қызыл бояу алған. Ауыл әйелдері бірігіп текемет басқанда киіздің қасына көз тимесін деп адыраспан және қызыл түсті мата төсеген. Алайда адыраспан улы өсімдік екенін естен шығармаған жөн. Ашыққан кезде сиыр мен жылқы жеп, тыныстары тарылып, уланған сәттері тіркелген. Коронавирустың симптомдары қарапайым тұмаудың белгілеріне ұқсас болса да, шөп оны жойып жібереді деген сөз емес.
Оның үстіне ғалымдар адыраспанды коронавирусты жеңе алатын әдіс ретінде санамайды. Бірақ дала шөбінің иммундық жүйе жұмысын жақсартуға, кейбір инфекциялық жеңіл ауруларды жоюға қауқарлы екенін жоққа шығармайды. Жүздеген жылдар бойы ата-бабамыз қолданыста ұстаған, дертіне дауа болған адыраспанның жоғарыда аталған сырқаттарға пайдасы бары ақиқат. Бірақ осы сәттегі пандемияның алдын алуда тазалық пен жеке бас гигиенасын сақтаудан асқан профилактика жоқ екені дәлелденіп отыр. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз.